Сәлем мен атым Жәнібек, және де осы видеода сіздерге Юникенге қалай мен подарка істегенімді көретін боласыздар. Осыдан бірнеше күн бұрын мен сервердегі бүкіл балдардан туған күндері қашан болатынын сұрағам. Содан ең жақыны Юникен болыпты. Қазір мен оған подаркамды көресіздер. Ал бұл Казгейм сервері. Негізінде бұл подаркадан мен бермеген сияқты болам. Өйткені сюжеттің ішіндегі адам осы сервердегі таинственный бір игрок. Мен ең бірінші Юникенге келемін да, одан ағаш сұраймын. Ол тұрады осы сундуктағы ағаштағы нелерді қарайды да, ішіне кітап тауып алады. Және де кітаптың ішіндегі записканы оқиды да, записка оны осы қарай әкеледі. Юникен тұрады, қолынан аяқтан тағы да бір кітап алады. Ал ол кітаптың ішінде мынандай жазып тұр екен: таинственный игрок, сюжеті. Таинственный игрок осы зданияның егесіне типа сыйлығын беріп кетіпті. Юникен келген кезде осы сыйлықты бересіз бе деп. Бірақ та осы зданияның егесі жан кетті. Ол үшін былай айтып түсіндірді. Типа менің осы зданияда жұмыс істегеніме өте ұзақ уақыт болды. Және де мен отбасымды көргім келеді. Сол үшін сен егер де осы аяқтағы жұмыстарды бітіріп тастасаң, мен саған осы ненің координатасын қақта екенін айтамын дейді. Сөйтіп Юникен осы жақта жұмыс істеп жатқан кезде осы тростниктерді сындырып жатады. Сындырып жатқан кезде осы жақтағы бір тростниктің артында типа рамка тұрады. Соның ішінде координата тұрады, қайқа бару керек екені. Сонымен подарка тұрған жерге әлі барайық. Юникен сол координаталармен осы қарай келеді. Ал бұл тау болса, оншалықты алыс емес жерде. Таудың басына салдым, өйткені табу өте қиын болу үшін. Көзге түсіп қалмау үшін. Сосын осы жақты шамамен әсететіп қойып, тегістеп қойып, өшке салатын боламын. Бірінші координатты жазбай тұрып, бірінші координатаны қақтай болатын тау болу керек. Сөйтіп мен осы подарканы осы таудың басына саламын деп шешіп келемін. Бірақ мен қазір бұл бұрында айтып отқан нәрсем. Осымен шамалы тегістер дайын болды. Ендігі только бүкілін дайындап қою керек. Ағаш тұрған сундук қарай енді осы жаңағы запискамызды қалдырып кетеміз. Табу оңай болу үшін шамал верстактармен подсказка істеп қоямыз. Подсказка керек па? Подсказка. Подсказка берейін ба? Подсказка? Егер Юникен қазір мен жыныма тетін болса, мен оны шамалы маймыл деймін. Немесе нормальный болса Юникен деймін. Сонымен момент X. Юникен серверге кірді да, ағаш жазып жатқан кезде мына записканы тауып алады. Бірақ өте ыңғайсыз болды, өйткені Юникен бұл записканы бір рет па, екі рет па оқып шықты. Қуанышқа орай, Юникен менен әлі ештеңе подозревать етіп тұрған жоқ. Тұрады, просто жаңағы ненің артына кете береді. Подарканың артына. Юникен тұрады, ары қарай кете беріп, мен де оның артынан кете берем. Ода эдитор болмағандықтан жүзіп барды. Мен де байқамай қалдым да, оның артынан жүзіп бардым. Тұрамызда ол жаңағы мен салған зданияға келеді. Бірақ пайда бұл мен зданияны мен салғанды білмейді сияқты, өйткені менен дым сұраған жоқ. Тұрады, бүкіл бочка сундуктардың алдындағы бүкіл қарап шығады. Менде подозрение болмай үшін, менде просто бұл қай жер деп сұрай салдым. Жаңағы есіктің алдына келіп тұрық. Ол тұрады, осы есікті ашады. Осы есіктің ішіне кіріп, шамалы ішін аралап жүреді. Бочка, сундук, печка, тағы зелеварка. Дискорд болғанда вообще күшті болатын еді. Бұл маймыл тұрады, кетіп қалайын деп жатады. Тұрамда мен соңында өзімді пайт етіп қоямын. Типа бұл подарканы мен істедім деп. Соңында ол тұрады, кітапты оқу керек деймін да, нәшітте қара деймін. Бірақ ол тұрады, кітапта қарамай, просто басқа нәрселерді тикать ете береді. Маймылда кітапты қорқатынын білдім де, сосын кітапты қара дедім. Юникен тұрады, тағы да ұзақ уақыт бойы кітапты қарап тұрады. Юникен кітап оқып болғаннан кейін тағы да шамалы ұзақ уақыт бойы аралап жүреді. Соңында жұмыс істеу керек екенін айтып түсіндірдім де, ол тұрады, бүкілін сырвать етіп несейді. Қайтып орнына басқаларын қойып жүреді. Барлығын істеп болғаннан кейін, бір нароз қалып болғаннан кейін мен оны да сындыру керек деп айтып түсіндірдім. Егер де біздің серверде Discord болған кезде, қазір сіздерге бұлай мен жазылып болған записті суық жазып отпайтын едім. Үшін, давайте ары қарай видеоға кете берейік. Юникен тұрады, тростниктерді сындырып жатқан кезде, жаңағы мен қойып кеткен үшін записканы тауып алады. Бұл маймыл тұрады, үшін записканы алып атта төбеге кетіп баратады. Үшін ресурстарды сундукқа қалдырмайды, шығып кетіп салады просто. Бұл баланың мен осындай күшті настроениесін құртпай ақ қояйын да, ары қарай кете берейік дедім. Ақпаша бұл маймылда әлі эдитор жоқ екені есіме түсіп кетті. Бұл далаға шықты да, оңы мен солын ажыратып алып, қай қарай бару керек екенін түсінген сияқты.
мен негізі осы таудың басына салып жатқан кезде чанктар өте қатты жақын жерде ғана мобтар шығатын еді. Сол кезде в общем осылардың арасынан қараңдаршы, мынау розовый почти розовый цветтердің ішінде көп қой ше. Мен тексеріп бақтым да, ана жақта в общем розовый криперлер бар. В общем осы розовый криперлерді мен арасында көп несе байқамай қалдым да, и постройканы қайттан сала беруге тура келді маған. В общем, осы подаркалардың ең қызық жері, в общем, іште бір маленький свинозомби жүр екен. Бүкіл алмазный бронялармен и қолына мечпен щит ұстап алған. По идее, біреу ферма опытта тұрған кезде, по идее, өліп қалып сынып қалған. И мен де оның үстіндегі броняларын көру үшін, типа, оны қоршап алып өлтіргім келді. Бірақ та ол бірінші шығып кетті да, и мен оны өлтіруге қорықтым. Өйткені біздің версияда мобтар өте көп урон алады. Сол үшін мен оны былай қоршап өлтіргім келді. Если что, мен те заттарды кие алмасын деп. Өйткені қазіргі мобтар самый лучший зачарованиясы бар заттарды ғана киеді. Ну типа ажыратылады деген сөзім ғой. И тұрады да, мынау маймыл тұрады да, и оның үстіндегі броняларын көреді да, рахмет деп серверден шығып кете салады. И мен ол маймылға айтып түсіндірдім. Типа бұл әлі соң емес, бұл вообще-то менің берген сыйлығым бұндай емес дедім. И тұрамын да оны қайтып серверге кіргізіп алып, таудың басына шығу керек екенін айтамын. И бұл тұрады да таудың басына қарай шығады. И мен де элитрамен жаймен плавно түсем. Негізі мен басында типа ана ферма свинозомбидің төбесіне типа қарайын ба деп ойлағам, подаркасын қалай алып отқан, бірақ та доказа қасына барайын дедім. В общем, іште кішкентай поводоктармен былай жақын типа лента сияқтап істеп қойған. И тұрады кнопканы басады, и үстінде full зачарование, бүкіл зачарованиясы бар бронені алады. Мысалға защита 4, шипы 3, негізі бүкіл зачарованиясы бар. Қандай зачарование білем, өзім бүкілін соны қоюға тырыстым. Только ана шифтпен басатын зачарование таппадым. И тұрамда осым мынау маймылдан дегенім ой, маймылдан зор деген сөзді естіп алам. И осымен видео бітті. Давайте пока.